Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге ағылшын тіліндегі сандарды үйрететін боламын. Numbers, яғни ағылшын тіліне аударғанда сандар деп аударылады. Біз бүгін бірден мыңға дейінгі, яғни қалай санау керектігін үйрететін боламын. Бірінші, бірден 10-ға дейін санауды үйренетін болсақ, оны көпшіліктеріңіз білесіздер, мен тағы да бір рет айтып кететін болайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осы тұста өткен сабақтарда біз сіздерменен ағылшын тілінде и әріпі соңында келсе ол оқылмайды деген ережені үйренген болатынбыз. Осы тұста қараңыздар, 1, яғни бұл жерде жазылуы 1 деп тұрғаныменен ережеге бағынамыз. И әріпі соңында оқылмайды, сондықтан 1. 5, хотя и әріпімен аяқталып тұр, бірақ біз бейменен аяқтаймыз. Сонымен қатар 9, 9 и әрпінен аяқталып тұр, бірақ та біз n әрпінен аяқтайтын боламыз. Осы ережелі есте сақтаңыздар достар. Келесі біз 11-ден 20-ға дейін үйренетін болсақ, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 және 20, 20 деп аталады. Бұл жерде біз есте сақтауымыз керек. Көп адамдар 13-ті 30-бен шатастыруы мүмкін 30 деп, 30-ды 13-бен шатастыруы мүмкін 30 деп. Бұл жерде тин деген сөз міндетті түрде қолданылады. Мысалы үшін қараңыздар, 13 пен 19 жас аралығындағы баланы, адамдарды біз тинейджер деп атаймыз. Сол себепті ол тин деген сөзден қалған. Яғни тин. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, міне, 13 пенен 19 арасы тин, 19, 19. Жасөспірімдердің санын бізге көрсетіп тұр. Сондықтан шатастырмаңыздар. 13 пен 19-ның саны арасында тин болады. Ал қалғандарында кішкене өзгешеліктер бар. Оны тек қана жаттап алу керек. Жақсы, достар, келесі. Мысалы үшін 21-ді біз 21 дейміз. 20-ны 20 дедік қой, 20-ны 21. 22, 22. Дәл осылай кете береді. Мысалы үшін 30-ға келетін болсақ, 30, 30, ал 31, 31. Дәл осылай кете береді. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 және 100, оны біз 100 деп атайтын боламыз. Осыны жазып жаттап алсаңыздар болады достар. Келесі. Бізде мынандай нәрсе шығу мүмкін алдымызда. 101. Мен 101-ді қалай оқимын? 101-ді оқу өте оңай. Бірінші 100-дің не екенін есіме түсіреміз. 100 ол бізде 100 деді, көрдіңіз бе? Енді 101, 101, яғни n-1. Артында неше тіркеліп тұр, соны қосып жібере салыңыз, болды. 110, 110, 190, 190. Болды, осы ғана. Ал енді 200-ді қалай айтамыз? 200. Болды, осылай қосып кете бересіз. 205, 205, 250, 250. Осылай кете бересіз, достар. 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, and 900, 900. Достар, түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Ал енді ең маңызды 1000 дегенді қалай айтамыз? 1000 ол бізде 1000 деп аталады. 1000. Ал 1001-ді қалай айтамын десеңіздер, ол да 101 деген сияқты. 1001. 110, 1010. Және 2000, 2000. Осылай достар кете береді. Бір ереккі ережесін жаттап алсаңыздар, артынан тіркеп, 3-ті, 4-ті, 5-ті тіркеп кете бересіздер. Достар, бүгінгі видеомыз осымен тәмен. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тағы да міндетті түрде жақсы, бұдан да пайдалы видеолар шығады.